Сәлем достар, бүгін сіздермен дайын выкройка бойынша футболка реглан тігетін боламыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, біз матаға барлығын пішіп дайындап алдық. Міне, мына екі бүктелген мата, мына жақта да екі бүктелген. Мына жеңіміз екі дана. Енді қағаздарымызды алып тастайық. Жинастырып, сурет бойынша қазір құрастырамыз. Бірінші алдыңғы беттен бастаймыз. Мұнан артқыны қоя тұрамыз. Алдыңғы бетін ашамыз. Ішкі жағын осылай ашып аласыздар. Осыған жеңімізді келтіреміз. Мынау оң беті, лицевая сторона. Соған бірінші жеңді тігетін боламыз. Жеңнің біз пішкен кезде өздерінің белгісі болады осындай. Соны белгілеп аламыз да. Осы сызықшамен белгілеп алғанбыз. Көрдіңіздер ме? Выкройкада өзі белгісі болады. Сол белгі бойынша екеуін бір-біріне келтіріп қоямыз. Жеңмен алдыңғы жағын. Так, міне осылайынан қоямыз. Міне қараңыздар. Бірінші осылай жинастырып аламыз. Мынау алдыңғы беті, мынау екі жеңі. Осы екі жеңнің жаңағы выкройкада міне біз осындай белгісі болады. Міне белгі. Біз матаға пішкен кезде осылай белгілеп отырамыз. Міне, мына жерде де белгісі тұр ішінде, көрдіңіздер ме? Міне осылай белгісі қоямыз. Сол кезде бір-біріне жинаған кезде жаңағы екі белгілер бір-біріне сәйкестендіреміз. Міне осылай сәйкестендіреміз. Өздерінің белгілері болады. Бірінші осыларды жиналамыз. Мына жеңді былай қаратып тұрып, инемен қадап аламыз. Осылайынан барлық жерін инемен қадап аламыз. Өздеріңізге ыңғайлы болсын десеңіздер, көктеп алсаңыздар да болады. Маған инемен оңай, тезірек болады. Сондықтан инемен қадап аламын. Мен айтқан екі белгіні бір-біріне сәйкестендіреміз. Міндетті түрде. Содан кейін барып жинастырамыз. Бір жағы, бұны ашқан кезде былай тұрады. Көрдіңіздер ме? Енді екінші жағында осылай өзіңізге бірінші қаратып аласыз. Содан кейін барып жаңағы белгіленген жермен келтіріп осылай ине қадап аламыз. Осылай екі жағына ине қадап алдық. Осылай белгі салып, енді осыны машинкаға жүргізіп шығамыз. Мына жерден былай, мына жерден былай. Жеңін толығымен тігіп алдық. Үтікпен мына жерлерін басып алсаңыздар болады. Енді бізге косая бейка керек.
горловинаны толығымен бізге обрабатывать етуіміз керек, обработкаға. Ол үшін дайын косая бейкамен жасасаңыздар да болады. Не болмаса, осы негізгі матадан алсаңыздар болады өздеріңіз. Мен негізгі матадан алып отырмын. Ені 5 сантиметр. Үшеу алсаңыздар да болады. Мен 5 алдым. Осыны ұзын, қаншалықты өздеріңізге ұзындық керек, сонша жасап аласыздар. Және бұны ортасынан осылай бүктеп, өтікпен басып алсаңыздар болады. Осылай қырын келтіріп, өтікпен басып алуға да болады. Толығымен ұзындығыңыз қанша керек. Одан кейін, мына осылай екі шеті тігілген бетінде аласыздар. Осылай өтікпен басып аласыздар, өздеріңізге ыңғайлы жасап. Одан кейін, мына басынан бастап, осы жерден бастап тіге былайынан инемен қадауға бастаймыз. Осылайынан бастасаңыздар да болады. Мына жақтан бастауға да болады әрине. Былайынан бастасаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы. Осылай бастаймыз. Инемен қадап аламыз. 2 рет бүктелген. Осылайынан. Жағасын толығымен айналдыра, осылай инемен қадап шығамыз. Тіккен кезде кішкене тартып тігу керек. Жағамыз бос болып қалмау үшін кішкене тартыңқырап тігесіздер. Осы косая бейканың өзін ғана кішкене тартыңқырап тігесіздер. Жағаны тартпайсыздар. Өйткені созылып кетуі мүмкін. Міне, осылай толығымен мен қазір инені қадап шығамын. Инемен қадап шықтық толығымен. Енді машинкамен жүргізіп шығамыз. Осы бетте қалай тұр солайынан машинкаға салып жүргіземіз. Жағаны осылай айналдырып тігіп алдық. Міне қараңыздар. Одан кейін осылайынан қойып, өтікпен жақсылап басып аласыздар. Енді мынаны тігіс. Осы тігісті ішке қарай қаратып, сыртынан тігіс жүргізіп шығу керек. Түзу сызық жүргізіп шығуға да болады. Өз қалауларыңыз бойынша, мына тігіс бойынша осылай істеп тұрасыздар да, осы жерден түзу тігіс жүргізіп шығуға болады. Ол енді өз қалауларыңыз бойынша жүргізсе де болады, бізге жүргізбесе де болады. Осылай да әдемі болып тұр. Негізінде жақсы тұрсын десеңіздер, былайынан жүргізіп шыққан дұрыс. Енді екінші бөлігін осы кезеңде қосуымызға болады. Енді қараңыздар, осы кезеңде футболкамыздың артқы бөлігін жалғастырамыз. Мынау артқы бөлігі осыны жеңдерін келтіріп, тура алдыңғы бөлігі сияқты екі жеңдерін бір-біріне осылай бірінші түйрейміз. Осылайынан келтіріп түйрейміз бағанағы алдыңғы бөлік түйрегендей. Одан кейін машинкамен осылай жүргізіп шығамыз. Айналдыра барлық екі жеңдерін түгелін тігіп алдық. Мына жағын алдында артын барлығы. Енді осылай футболкамызды толығымен қоямыз да екі шетін біріктіреміз. Оны әрине іш жағынан жасаймыз. Осылай қоясыздар. Одан кейін екі жанындағы екі боковой шов жасаймыз. Екі жаққа екі тігіс және қолтығын былайынан біріктіреміз. Былай машинкамен жүргіземіз. Осымен футболкамыз дайын. Мына екі жеңін
етегін осылай әдемілеп обработка жасадық. Жаңа мойнын жасаған сияқты тура солай жасайсыздар. Основной матадан 5 сантиметр бейкамен, дайын бейкамен жасасаңыздар болады. Не болмаса осылай өзінің негізгі матасынан жасасаңыздар да болады. Міне футболкамыз осылай тез арада дайын болады. Өздеріңіздің балаларыңызға осылай дайын выкройкамен тігіп алсаңыздар болады. Өте оңай және әдемі болып шығады. Әртүрлі түстес маталарды өздеріңізге қалаған түстеріңізбен тіксеңіздер де болады. Өте әдемі шығады. Менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Жақын арада жаңа видео тосыңыздар.